Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге қысқа дайындық ретінде компотты қалай банкіге жақсы ұзақ сақталатындай етіп жабуға болатынын көрсететін боламын. Керек ингредиенттердің барлығы төменде көрсетілген. Осы видеомда көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын. Мысалы, сары өріктің ортасындағы тасын ешқандай бүлдірмей қалай алуға болатындығын және қызыл өріктің жарылып кетпеу үшін не істеуге керектігін видеоның барысында егжей-тегжейлі түсіндіретін боламын. Сары өріктің формасын жоғалтпай тасын алу үшін осындай ручка тәріздес зат қажет болады. Және де өріктің жапырағы шығып тұратын емес, келесі жағынан өткізсеңіз, ешқандай формасы бүлінбейді және тасы да оңай алынатын болады. Қақпақтарды стерилдеу үшін қайнап тұрған суға 3-4 минут салып алыңыз, ал банкіні стерилдеу үшін қайнап тұрған шәйнектің үстіне осылайша ыңғайлы етіп буына 3-4 минут ұстап алсаңыз жеткілікті болады. Осылайша дайын болған стерилденген банкілеріміздің ішіне 10 штуктан сары және қызыл өріктен салып шығатын боламыз. Менің банкімнің көлемі 2 литр. Міндетті түрде 4-5 штук жалбыз жапырақтарын қосуды ұмытпаңыз, және лимон қышқылын шай қасықтың ұшымен салсаңыз жеткілікті, және 2 литрге 200 грамм қант саласыз. Бұл компот қысқа арналғандықтан сәл тәттілеу болады. Егер тәттілігі қатты болған жағдайда қайнаған су қосып, компотыңыздың көлемін ұлғайтуға болады. Яғни пайдаланар кезінде, банкіңізді ашқан кезде қайнаған су құйып, көбейте аласыз көлемін. Мінекей компотымыздың негіздерін барлығын салып шықтық. Енді осының үстіне қатты қайнап тұрған судан толтырып құйып шығатын боламыз. Достар, қызыл өрігіңіз ыстық су құйғанда жарылып кетпесін десеңіз, зубочисткімен бірнеше жерінен тессеңіз болады. Мінекей достар, қыстың қамын жаз ойла демекші, осылайша компотыңыздың қақпағын жауып дайындап қойсаңыз болады. Қақпағын дұрыстап бекіткеннен кейін төмен қаратып, қантының еруін қадағалаңыз. Осылайша бірнеше рет аунатып жіберсеңіз тіптен жақсы. Сол кезде қанты жақсы еріп кететін болады. Осылайша дайындағаннан кейін төңкеріп 4-5 сағатқа бақылаңыз, себебі қақпағынан ешқандай тамшы ақпауы қажет. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.